Дулат Бабатайұлы 1802 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас өңірінде дүниеге келген. Жасында ауыл молдасынан оқып арабша хат таниды. Ол өз заманының көрнекті ақыны. Дулаттың өлеңдері ауызша тараумен қатар 1880 жылы Қазан қаласында «Өсиетнама» деген атпен кітап болып шықты. Бұнда ақынның замана туралы толғаулар енгізілген. Ақынның шығармаларын ел аузынан жазып алып, бізге жеткізген халық ақыны Шәкір Әбенов. Дулат Бабатайұлы патшалық Ресейдің қазақ өлкесін күшпен отарлау кезеңін, одан туған зобалаңдарды өз көзімен көріп, соған барынша наразылық білдірген ақындардың бірі. Оның өлеңдерінің басты сарыны да осы отаршылдық әрекеттерге рухани қарсылық көрсету. Ақын тегімді менің сұрасаң, о сарыарқа сарыарқа, асқар таудың сәні жоқ жырларымен жеке кісілерге айтқан Сүлейменге, Бараққа, Кеңесбайға, тағы басқа арнауларында қазақ жерінің отарлануын ашына жазды. Дулаттың арнау өлеңдері ішінде «О ақтан жас» деген өлеңнің сипаты өзгешелеу. Жетім бала ақтанның өмірі ақынның аяушылық сезімін қозғап, жүрегін тебірентеді, баланың болашағы көбірек толғандырады. Ол осы ақтан баланың бойынан ел тілегін арқалап, халық басына өз еркі өзіндегі өткен дәуренін қайта оралтар ерді, батырды көргісі келеді. Ақын ақтан бала ер жетіп, бадана көз тоғыз тор сауыт киіп, қашан ғана жауды қуар екен деп армандайды. Дулаттың ойынша, жігіттің даңқын шығарып, оны дегеніне жеткізетін бірақ жол бар. Ол ел мақсаты үшін жан аямай күресу жолы. Ақын ақтанның ел үміт күткен сондай жас болуынан үміттенеді. Дулат Бабатайұлының бұл өлеңі 7-8 буынды жыр үлгісінде жазылған, тілі көркем де шұрайды. Әсіресе халқымыздың бұл күнде көнерген этнографиялық атаулары молынан кездеседі.